Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілей отырып, Қазақстан тарихы сабағын бастаймын. Сабақты бастамас бұрын экрандағы суреттерге назар аударайық. Суретте қандай оқиғалар бейнеленген? Бұл қай кезең деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар. Ендеше бүгінгі сабағымызда 18 ғасырдағы жоңғар шапқыншылығына қарсы отан соғысының басталуы туралы сөз болмақ. Бүгінгі сабақта оқушылар жоңғар мемлекетінің құрылуы мен басқыншылық жорықтарының себебін анықтайды, жоңғар шапқыншылығының зардаптарын, демографиялық өзгерістерді анықтайды, халық ауыз әдебиеті мен музыка туындыларының тарихи дерек көзі ретінде құндылығын бағалайды. Оқушылар, бүгінгі жаңа сабақта кездесетін термин сөздерді дәптерімізге жазып аламыз және анықтамасымен таныс болыңыздар. Сепаратизм – өзінше бөлініп шығуға, жеке билікке ұмтылу. Миграция – адамдардың тұрғылықты мекенінен әртүрлі себептермен басқа жерге қоныс аударуы, көшіп қонуы. Жұт – қыс қатты болған жылдары аштықтан, суықтан малдың қырылуы, мал өлімі, індет. 17 ғасырдың аяғы 18 ғасырдың басында Тәуке хан билік еткен жылдары Қазақ хандығы орталықтандырылған мемлекет болып қала берді. Қазақ хандығында саяси тұрақтылық орнады, ішкі алауыздық азайды. Ішкі ауызбіршіліктің арқасында елдің орасан зор аумағының тұтастығы сақталды. Тәуке хан 7 жарғы заңдар жинағын шығарды. Билердің көмегімен хан билігін нығайтты. Алайда Тәуке ханнан кейін оның мұрагері Қайып ханның тұсында сұлтандардың наразылығы күшейіп, елде бақ таласы мен тақ таласы өрши түсті. Сұлтандардың аймақтық сепаратизмі күшейді. Орталық хандық биліктің әлсіреуі кіші жүзде Әбілқайыр ханның, орта жүзде Болаттың, Сәмеке мен Күшіктің, ұлы жүзде Жолбарыстың жағдайын нығайта түсті. 18 ғасырдың бас кезінде қазақ мемлекеті іштей ыдырай бастады. Бұл жағдайды сыртқы алпауыт мемлекеттер бақылап отырды. Ресей Қазақстан мен Орта Азияға назарын күшейтті. Бұл кезеңде шекаралық аймақта өте күрделі жағдай қалыптасты. 18 ғасырдың бас кезінде қазақ еліне еділ қалмақтары, жоңғарлар, башқұрттар, Орал казактары, Сібір казактары қауіп төндірді. Шығысымыздан қауіп төндірген жоңғар мемлекеті қашан және қалай құрылды? Жоңғар хандығы 1635 жылы құрылды. Алғашқы қондайшысы Батыр болды. Ол Қазақстанның оңтүстік шығыс жағында болды. Жоңғарлар 1640 жылы далалық жарғы деген атпен әскери және азаматтық заңдар жинағын шығарды. Жоңғарлар әскерінің күш қуатын арттырып, тәртіпті күшейтті. Майданды тастап кеткендерге мал-мүліктік айып салынды. Сатқындар өлім жазасына кесілді. Жоңғар хандығы жауынгерлерінің жалпы саны 100 мыңға дейін жететін қуатты әскер шығара алатын дәрежеге дейін жетті. Олардың қатарында мылтықпен қаруланғандар да болды. 18 ғасырда неміс ғалымы Георгий олар мылтықтарын аттан түсіп ататын деп жазды. Жоңғарлар тіпті зеңбірек жасауды да үйренді. Зеңбірек құюды оларға тұтқын болып түскен швед Иоганн Густав Ренат үйретті. Жоңғарлар көрші мемлекеттердің жерін тартып алып, барынша әскерилендірілген мемлекетке айналды. Жоңғарлар негізінен көшпелі және жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Қазақ хандығына жоңғар шапқыншылығының себептері қандай болды? Біріншіден, жоңғарлардың сауда жолы торабына бақылау орнатуға тырысуы, алым-салық төлейтін тәуелді халықтың санын ұлғайту, еділ қалмақтарымен байланыс орнату, жергілікті тұрғындарды тәуелділікте ұстау, шұрайлы жайылымдықтар мен сауда қолөнер орталықтарын басып алу. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың зерттеу сұрағының мәніне келетін болсақ, 18 ғасырдың 20 жылдарының бас кезінде жоңғарлардың қазақ жеріне кезекті ірі жорық жасауы қолайлы жағдай қалыптасты. 1722 жылы Қытай императоры Канси қайтыс болды. Бұл жағдай жоңғарларға Қытаймен бейбіт келісім жасауға мүмкіндік тудырды. Ал Ресей көрші жатқан екі елдің өзара қарым-қатынасына байланысты бейтарап саясатты ұстанды. Қазақ мемлекетінің де, жоңғар хандығының да әлсірегенін күтті. 1723 жылы көктемде соғысқа мықтап дайындалған және қазақ хандарының алауыздығы күшейіп бара жатқанын байқаған Севан Рабдан
қалың әскерімен Қазақстанға қарай аттанды. Жоңғар шапқыншылығының ауыр зардабына ұшыраған Жетісу мен Ертіс бойының қазақтары болды. Тұтқиылдан шабуыл жасаған жоңғарлар бейбіт халықты аяусыз қырды. Жау әскеріне қарсы қазақ жауынгерлері де тегеурінді қарсылық көрсетті. Ташкент қаласының тұрғындары қаланы жаудан бір ай қорғады. Жоңғарлар Ташкенттен кейін Сайрам, Түркістан қалаларын басып алды. Жаудың жойқын соғысының нәтижесінде Қазақстанның шөлді және таулы аймақтарынан өзге бүкіл аумағы жоңғарлардың қолына қарады. Батыс аймақтар ғана аман қалды. Бұл тарихи оқиға Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр дастанында баяндалды. Бұл кезең, яғни 1723-1727 жылдар қазақ тарихында Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама деген атпен қалды. Оның қазақ халқына тигізген зардабы, қайғы қасіреті, аштығы мен қайыршылық халге душар етуі өте ауыр болды. Қазақтар аман қалу үшін батысқа қарай жылжыды. Сырдария өзенінен өтіп кеткен орта жүз рулары Самарқан қаласының төңірегіне, кіші жүздің едәуір бөлігі Хиуа мен Бұхар хандықтарына көшіп кетті. Қазақ халқының басына түскен ауыр қасіреттің символы Елімай өлеңі дүниеге келді. Жоңғарлармен шайқаста көзге түскен қазақ батырларының ерліктері Үмбетей, Тәтіқара, Бұхар сияқты жыраулардың шығармаларында арқау етіп жазылды. Сондай батырлардың бірі Сыр өңірінен шыққан Әз Тәукенің Текей батыры атанған Текей Қарпықұлы белгілі батыр қолбасшы. Шамамен 1679 жылы дүниеге келіп, 1764 жылдары өмір сүрген. Кіші жүздің кете руынан шыққан. 1771-1723-1726 жылдары жоңғар басқыншыларымен болған ұрыстарда ерлігімен көзге түскен. Ел аузындағы әңгімелерде Текейдің батыр, палуан, әнші болғаны айтылады. Текей есімі сыр сүлелерінің шығармаларында орын алған. Тұрмағамбет Ислеуов, Бектасұлы, Аманжол ақындар оған арнау дастан арнаса, журналист жазушы Мырқы Исаев Әз Тәукенің Текей батыры атты кітабын 1994 жылы жарыққа шығарды. Текейдің есімі Түркістандағы Қожа Ахмет Яссауи кесенесіндегі хан, би, батырлар тізімінде жазылса, Қармақшы ауданы аумағында Текей бейіті бар. Сонымен қатар ауданда Текей құмы, Текей қазған құдық атты жер-су атаулары да кездеседі. Қазақтардың жоңғарлардан жеңілу себептері неде? Қазақ хандығының басшылығында ауызбіршілік болмады. Жоңғарлар шабуылға өте тыңғылықты дайындалды. Қазақтар қатты жұтқа ұшырады. Аймақта қалыптасқан геосаяси жағдайды пайдаланған жоңғарлар Қытаймен бейбіт келісім жасасты. Тұтқиылдан жасалған шабуыл қазақтарға қолайсыз әсер етті. Жоңғарлар жақсы қаруланған, соғыс қимылдарын жүргізуде тәжірибелі болды. Оқушылар, бүгінгі жаңа сабағымызды пысықтау мақсатында бірнеше тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Кескін картамен жұмыс, яғни кескін картаға Қазақстан аумағына қауіп төндіріп тұрған елдерді белгілеңдер. Өзіміздің жауабымызды дұрыс жауабымызбен тексеру мақсатында экранға назар аударайық. Екінші тапсырма, ақиқат жалған әдісі арқылы экранда берілген ақпараттың нақтылығын және жалған екенін анықтаймыз. Жауабымызды дұрыс жауабымызбен тексеріп көрелік. 1722 жылы Қытай императоры Циван Рабдан қайтыс болды. Бұл ақпарат жалған. 1635 жылы жоңғар хандығы құрылды. Ақпарат ақиқат. 1723 жылы Канси бастаған қалың қол Қазақстанға қарай аттанды. Бұл ақпарат жалған. 1723-1727 жылдар Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұлама жылдары деп аталады. Ақиқат. Жоңғарлар Ташкент, Сайрам, Түркістан қалаларын басып алды. Ақиқат. Олар мылтықтарын аттан түсіп ататын деп жазды Иоганн Густав Ренат. Бұл ақпарат жалған.
Тәукенің мұрагері Қайып ханның тұсында мемлекет гүлденді. Ақпарат жалған. Сепаратизм өзінше бөлініп шығуға, жеке билікке ұмтылу. Бұл ақиқат. Біздің үшінші тапсырмамыз туған өлкеміздің танымал тұлғаларына арналады. Тарихи диктант әдісі арқылы берілген мәтіндегі көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жазасыздар. Жауаптарыңызды дұрыс жауабыңызбен тексеріп шығыңыздар. Текей Қарпығұлы кіші жүздің Кете руынан шыққан. 1711-1723, 1726 жылдары жоңғар басқыншыларымен болған ұрыстарда ерлігімен көзге түскен. Текей есімі сыр сүзелерінің шығармаларында орын алған. Тұрмағамбет Сілеуов, Бектасұлы және Аманжол ақындар оған арнау дастан жазса, журналист жазушы Мырқы Исаев 1994 жылы Әз Тәукенің Текей батыры атты кітап шығарған. Қармақшы ауданы аумағында Текей әулие бейіті бар. Сонымен қатар Текей құмы, Текей қазған құдық атты жер су атаулары кездеседі. Оқушылар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаның қазақ қоғамына тигізген зардабы орасан зор болды. Шәкәрімнің келтірген дерегі бойынша, халық аман қалу үшін қайыңның сөлін ішкен. Қайың сауған деген сөз содан қалған. Қазақ халқы әртүрлі алыс аймақтарға, шекаралас жатқан елдерге көшіп кетті. Қарақалпақ, өзбек, башқұрт, қалмақ, түркмендермен жерге таласы басталды. Орал казактары мен Батыс Сібірдегі орыстармен қарым-қатынасы шиеленісе түсті. Әбден әлсіреген қазақ хандығы Ресей империясына отар болумен аяқталды. Оқушылар, бүгінгі сабаққа тазалықшы әдісі арқылы кері байланыс жасаңыздар. Яғни, чабананды таңдасаңыз, әрі қарай менің керегіме жарайды. Ет тартқыш. Бүгінгі сабақта алған ақпаратты өңдеймін, ал себет барлық ақпаратты тастаймын. Үйге тапсырма. Шәкәрім Құдайбердіұлының Қалқаман мамыр поэмасынан үзінді жаттау. Оқушылар, келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.